Ал қанша күннен бері тиктокта болмадым, соның арасында қызым туған күнін өткізіп алдым. Ашша сен күйіп кететін болды ғой. Даусымнан ақ байқалып тұрған шығар қалай ауырғаным. Я дәл кетейік, қызым туған күніне осылай күштілеп дайындалып вафли істедім. Мына жақта медовый торт істеп жатырмын. Не істеп жатыр? Нені ол? Медовыйды менен күшті істейтін адам жоқ қой. Қараңыздаршы, менің YouTube каналымда рецепті бар. Одан кейін самса істедім осылай күштілеп. Оның арасында бауырсаққа қамыр ашытып қойғам, есіме түсіп кетті ғой. Тез бауырсақтарымды істеп алдым да, так енді дастарханға кірісейік дедім. Ал қараңыздар, мен жасаған дастарханым қалай болыпты? Сразу айта салайын, салаттарды сатып алдым. Тамақ істеген кезде именно газ өшіп қалды, сонымен шашлик заказ бере салдық. Сразу айта салайын, бізді сатып алды. Тамақ істемеу үшін шашлик сатып алды ғой еще. Ой, бұлар менімен күндес қой. Қараңыздаршы, мен сестренкам осындай торт істеп алып кепті. Туған күнге ата-апалары келіп кетті. Осындай подарок алып кепті мен қызыма. Сындырмай, қиратпай ойна енді. Так, барлығын енді шығарып салған соң осымен аяқталды ғой. Ыдыстардың барлығын жуып жайғастырып, мен де өзім тортпен шай ішіп демалдым.